Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi ziyaratil qubur. Qabrlarni ziyorat etu жайындағы bölüm deydi. Qabrlarni ziyorat etu. Dұрыс па? Алғашқы уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам qabrlarni ziyorat etуден тыйған еді. Кейін әла фазуруха, достарым, кейін qabrlarni ziyorat ете беріңдер. Себебі ол адамның көзіне жас келтіреді, ақыретті еске түсіреді деген хадис келген болатын, дұрыс па? Енді осы жайында ғалымымыз айтады, нудиба мәндүп болады зияратуха, қабірді зиярат ету кім үшін? Лирриджали уән нисаи алал асах. Сахи көзқарас бойынша ер адамдарға да, әйел адамдарға да қабірлерді зиярат еткен мұстахаб амал дейді. Қандай амал екен? Мұстахаб амал. Жарай ма? Кел. Мейлі ол әйел адам болсын, мейлі ол ер адам болсын. Себебі қабірге барған адам не істейді өзі? Ақырет еске түсіреді. Келгеннен кейін құлшылығында бір не пайда болады? Ықылас пайда болады, дұрыс па? Жақсы, бұл мұстахаб амал екен. Анау шархында айтады, қабірге барған кезде не деп айтамыз? Ассаламу алейкум дара қаумин муъминин. Алланың сендерге сәлемі болсын. Момын қауым. Момын қауымдар мекені. Момын қауымдардың мекені. Аллаға сендерге не болсын дейді? Алланың сәлемі болсын. Ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Иншаалла бізде сендерге жақын арада қосыламыз. Дұрыс па? Әсәлуллаха ли ва лакумул афията. Және де не деп айтады? Өзіміз үшін, және де сендер үшін Алладан кешірім сұраймын деген дуаны айтады екен. Марқұмдар, өлілер естиді ғой, дұрыс па? Біздің берген сәлеміміз естиді екен. Бұл енді қабір басында барған айтылатын сөз. Жақсы, мұстахаб амал дедік. Барғаннан кейін не істеу керек? Ва юстахаббу қираату ясин. Қандай сүрені оқыған мұстахаб екен? Ясин сүресін оқыған мұстахаб болады. Жарай ма? Не үшін ясин сүресін оқыған мұстахаб? Білейма варада әннаху. Расыменде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай бір хадис келген дейді. Бұл хадисті Анасин радиаллаху анху. Анас радиаллаху анху жеткізген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай айтты: "Мән дахалал мақабира." Кім қабірлерге баратын болса, фақараха. Және де қабірлерге барып фақараа ясин. Ясин сүресін оқыса, не болады екен? Хаффафаллаху анхум яума изин. Не дейді? Сол күні Алла Тағала олардың азаптарын жеңілдетеді дейді. Жақсы, бұл сондай екен. Құран бағыштаса, азабын жеңілдетеді екен. Енді Құран бағыштаған адамға сауап бола ма? Ва кана лаху, Құран бағыштаған адам үшін би'адади ма фиха, сол қабірде қанша адам жатқан болса, хасанатун, соншалық жақсылық жазылады дейді. Мысалы бір қабірге барды, Ясин сүресін оқыды, бағыштады. Ол жерде мысалы айталық бір 100 адам жатыр, 100 мәйіт жатыр. Қанша сауап жазылады екен? Қанша адам болса соншалықты жақсылық жазылады екен. Аллама Шурумбулали рахимахулла осыны айтып жатыр. Сонда сөз андай қабірге қалада бір жерленетін жер бар адамдар, соның басына барып оқысаң. Иә, сол қабірдің басына барып оқысаң, барлығының бар, сол жерде жатқан. иә, сол жердегі жатқан барлығына, мысалы, сен бір Құран оқисың, бағыштайсың бәрі, бүкіл аруақтарға деп. Тек мұсылмандар деп айқыша. Мұсылмандар деген кезде мұсылман еместің қабірінде мұсылман жерленбейді ғой. Бірақ қандай далалы жерлерде көп болады деген ғой, аралас ауылды жерлерде. Енді онда мұсылмандарға дейсің, мұсылмандар.
Жақсы. Вала юкрахул жулусу лил қираати алал қабри фил мухтар. Бұл енді қабірдің үстіне деп жатыр. Вала юкра қабірдің шетіне деп айтайық. Қабірдің шетіне вала юкрахул жулусу отыру макрух емес лил қираати алал қабри, қабірге Құран оқу үшін фил мухтар. Мұхтар көзқарас бойынша қабірдің шетіне отырып Құран оқу ол макрух емес деген екен. Ал енді вакурихал қууду отыру макрух болады алал қубури, қабірдің үстіне ли ғайри қираатин. Құран оқымайтын кезде қабірдің яғни сәл шетін басып отырады ғой, мысалы. Кейде адам тығыз болуы мүмкін деген, сондай қабір болуы мүмкін деген сияқты. Ол кезде Құран оқымайтын болса, ол жерге орда отырмай ақ қойсын дейді. Ол кезде макрух болады екен. Ваватуха, және не макрух болады? Ваватуха, қабірдің үстін басып макрух болады. Қабірдің үстін басып өтпейді, астында мәйіт жатқан болса. Ол макрух болады, керек ме? Бұл нәрсе макрух болады екен. Уаннауму, қабірде ұйықтау макрух болады екен. Қабірдің ішінде ұйықтамайды адам, дұрыс па? Және де уақадаул хажати алейха, қабірлерде несе болмайды екен? Уақадаул хажати алейха, үлкен кішілері сындыруға болмайды екен. Түсінді ме? Қадаул хажат деп айтады. Қажетін өтеу дейді. Бізде не деп айтады? Әжет хана дейді. Қабірлердің ішінде үстіне рет сындыруға болмайды, макрух болады. Және де тағы не макрух болады? Вақалул хашиши ва шажари минал мақбарати. Қабірлердегі көгал болған ағаштарды, көгал болған шөптерді жұлуға болмайды дейді. Көк шөптерді бірақ, көктеп тұрған, жайқалып тұрған талдарды, ағаштарды жұлуға болмайды. Неге болмайды? Себебі олар таспих айтып тұрады. Дұрыс па? Таспих айтады. Вала бәса, жұлса еш нәрсе болмайды. Би қал'ил ябиси минухума. Жаңағы шөп немесе ағаш талдардан қурап қалған жұлса проблема жоқ деп айтқан екен. Жарай ма? Қабірлер жайында осыны айтқан екен. Қысқаша мағлұмат берген екен Ур-Вайдах кітабында. Мына жерде бір шахид жайында бір қысқаша бір бөлім бар. Соны өтіп шығып, жарай ма? Алла, содан кейін сұрақтарды содан кейін қояйық. Бабу ахкам шахид. Шахидтер жайындағы бөлім дейді. Шахид деп кімді айтамыз жалпы біз? Шахид екіге бөлінеді, дүниелік, ақыреттік деп. Әл-мақтулу мәйітун би әжалихи айндана. Өлтірілген адам айндана, яғни әхләс сүнна мақсат қылып тұр. Айндана әхләс сүнна. Әхләс сүннаның көзқарасы бойынша өлтірілген адам өзінің ажалымен өлген дейді. Не деген сөз? Мысалы, бір адам өлтірілген болса, ұрды соқты өлді, дұрыс па? Немесе соғыс кезінде өлді. Бұл адам әхләс сүннаның көзқарасы бойынша ажалымен өлді. Қай ағым айтады? Мысалы, біреуді өлтіріп кеткен болса, бұл ажал жетпей өлді деп. Ақидадан. Қай ағым айтты? Қандай ағым айтты ақида саласында? Өлтірілген адам ажалынан бұрын өлді деп. Муътазила айтты ғой, Муътазила деген ағым болған. Сол үшін айтып жатыр. Мысалы, Муътазила айтады, мысалы, бір адам бір өлтіріп кетсе дейді, ол ажалынан бұрын өліп қалды дейді. Бұны кім айтады екен? Муътазила. Бізде ондай жоқ. Бізде ажалы ол себепші болды дейміз. Бір адам өлтіріп кеткен болса, дұрыс па? Бір адам ұрды соқты өлді. Ол сол ажал сондайға себеп келіп тұрады, себеп еді. Дұрыс па? Сондықтан бізде өлген адам ажалымен өлді. Қалай өлсе дағы, біреу өлтірсе дағы, тіпті өзі өлсе дағы, өзін өзі өлтірсе дағы, мысалы, бір адам Алла сақтасын ауыр күні, о да өзінің ажалымен өлген болып есептеледі. Бірақ қазақта кейде дұрыс емес түсінік бар, мысалы, бір адам өлтіріп кеткен болса, ажалдан бұрын өліп қалды деген сияқты түсінік айтып жатады, иә? Бұл әхлі сүннаның көзқарасы емес, жарай ма?
Ayağında 3 gün ölmeksin. Иә, сөйтіп айтады. Ол дұрыс емес. Біздің ахл жамағаның көзқарасы бойынша немен өлсе дағы адам өзінің ажал жетіп өлген болып есептеледі. Жақсы. Уашахиду, шахид дегеніміз кім? Мән қаталаху ахлул харб. Ахлул харб өлтірген адам шахид екен. Яғни соғыс кезінде мүшриктермен немесе кәфірлермен соғыс болған кезде өлген адам, соғыс кезінде өлген адам не болып есептеледі екен? Шахид болып есептеледі екен. Әлбетте дін үшін. Дұрыс па? Әу немесе әхлул бағи. Әхлул бағи өлтірсе не болады екен ол? Шахид болады. Әхлул бағи дегеніміз кім? Бағи. Әділ мұсылман патшасына қарсы шығып, сол соғыста өлген адамға әхлул бағи деп айтамыз. Мысалы бір соғыс болады. Соғыста не істейді? Бұл қандай соғыс? Мысалы әділ мұсылман патшасы бар. Әділ патша әділдікпен, шариғат үкіммен үкім береді. Сол патшаға қарсы шығып, сол жердегі жүрген адамдарды өлтірсе, әхлул бағи өлтірсе, ол адам не болады екен? Жаңа керісінше айтып қойды, қателеспесем. Әхлул бағи өлтірсе, сол адам не болады екен? Шахид болып есептеледі екен. Мысалы, әділ патшаға қарсы шықса, оған адамдар жібереді, дұрыс па? Сол кезде әлгі әхл бағи өлтірген болса, ол адам шахид болып есептеледі. Әу немесе құттау тариқи. Құттау тариқ өлтірсе. Құттау тариқ дегеніміз кім? Жол кесуші дейміз. Мысалы, ол мынандай адамдар біреудің жолына тұрып, дүниесін тартып алады, өзіне зиян береді. Сол жолда біреудің несін өлтірсе, мысалы, бір адамның өлтіріп тастаса, жаңа қарақшылар. Ол адамда кім не болып есептеледі? Біздің көзқарасымыз бойынша Алла жолында өлген шахид болып есептеледі, жарай ма? Шахидтерді Алла жолында өлгендерді оны өлді деп есептемеңдер. Олар тікелей жәннаттық адамдар деп айтқан. Әуел лусусу фи манзилихи лейлен. Түнгі уақытта үйінің ішінде жатқан кезде кім өлтіріп кетсе дейді? Ұрлықшылар өлтірсе дейді. Мысалы, иә? Бұл адамда Алла жолында шахид болады. Мысалы, мұндай адамдардың жуылмайды, сол киімдермен жаназа намазы оқылып көміледі, білесіңдер. Мынаны қараңдар, мысалы, бір ұры келді, түндегі өлтіріп кетті, мысалы. Ондай жағдай болады. Иә, өлтіріп кетеді, дүниесін тонап алады. Бұл адам Алла жолында шахид болады екен. Бұл адамның киімі жуылмайды, киімі шешілмейді, денесі жуылмайды, намаз оқылып жерленеді. Бұл Аллахтың жолында тікелей жәннатқа баратын адам. Уәләу би мусаққалин, тіпті оны немен өлтірсе дағы, бір қатты нәрсемен өлтірсе дағы дейді. Мусаққал дегеніміз, мысалы, сол адам келді, бір қатты ауыр нәрсемен ол өлтірді. Ол адамда Аллах жолында шахид болады екен. Жақсы, бұл енді айтып жатқанымыз осы. Тағы да әу немесе уджида фил мa'ракати. Мa'рака дегеніміз не? Соғыс майданында табылса. Уәбихи әсәрін, ол адамда соғысқанның, бір жарақаттың ізі болса, ол адамда Алла жолында шахид. Әу немесе қаталаху муслимун, немесе бір мұсылман өлтірсе, зұлман, зұлымдықпен, амдан әдейілеп өлтірсе, би мухаддадин, темір сияқты, пышақ сияқты нәрсемен, зұлымдықпен әдейі өлтірсе дағы, ол адам не болады екен? Аллах жолында шахид болады. Аллах жолында шахид болады екен. Уәкана муслиман, енді өлтірілген адам мұсылман болу керек. Балиғатқа толған болу керек. Дұрыс па? Шахид деуім үшін. Балиғатқа толмаған өлсе, ол тікелей жәннаттық. Халиян ан хайдин ва нифасин ва жанабатин. Және де хайз, нифас, жүніптіктен таза болу керек дейді. Егер хайз, нифас, жүніп болса, бұл адамды жуындырылады. Бұл ақыреттік шахид деп есептеледі. Хайз, нифас, жүніп болса, бұл адамды жуындырылып барып жаназа соғылады екен.
және де валам яртасса бада инқидаил харб, соғыс біткеннен кейін дүниелік нәрселерден пайдаланбаған болу керек екен. Лам яртасса деген дүниелік нәрседен пайдаланбаған болу керек. Яғни бір нәрсе ішпеу керек, жемеу керек. Сол сәтте өлген болу керек. Жуылмай, сол киіммен сол қалпында жерлену үшін, жарай ма? Лам яртасса деген сол. Сол сәтте өлді керек. Міне осы жағдайдағы адамдарға не деп айтады екен? Фаюкаффану бидамихи ва сиябихи, жаңағы қанымен, сол киімімен кебінеледі дейді. Түсінікті ма жігіттер? Қаны да жуылмайды, киімі де. Қандай киімі сонымен жерлене береді. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ, жуындырылмастан жаназа намазы оқылады. Шахид деген сөз жәннатпен куәландырылған деген сөз. Дұрыс па? Тікелей жәннатқа баратын адам деген сөз. Енді айттық киіммен кебінеді, дұрыс па? وَيُنْزَعُ عَنْهُ, ол адамнан шешіледі. مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفَنِ, кафанға, кебінге жарамайтын нәрселері не істейді? Шешіліп алынады. Егер басқа киімі бар болса деп келген екен шархында. Кәл фәруи дейді. Фәруи деген жаңағы тон деп айттық па? Қалың. Бұл неге жарамайды? Кебінге жарамайтын болса. Уәл хашуи, хашу да тура сол сияқты бір киім екен. Уәл силахи, және де оның қару жарағын шешіп алып тастайды. Уәл дирай, дирай дегенімізде сауытын не істейді? Шешіп алып тастайды. Уәюзаду, егер үстінде киімі кебінге жетпей жатса, мысалы бас ашық қалды, аяқ ашық қалып жатса, қосылады. Уәюнқасу фи сиябихи, егер одан көп болып жатса, шешіледі екен. Жарай ма? Уәкуриха наз'у джамииха, киімінің барлығын шешіп тастау, бұл макрух болады дейді. Жарай ма? Жақсы, бұл енді ақиқи шахид деп айтамыз. Бұлар жуындырылмайды. Себебі бұлардың қандарда киімдері мысалы. Олар несіне Алланың алдына шахид куәгерлік болады екен. Ал жаңа айттық қой. Енді бір адам жүніп күйінде, хаж нифас күйінде шахид болған болса, ол кезде не болады? وَيُغَسَّلُ إِنْ قُتِلَ جُنُوبًا, жүніп адам өлтірілсе, жуылады. Әу сабиян, балиғатқа толмаған нәресте өлтірілген болса, жуындырылады. Әу мәжүнін, немесе жынды адам өлтірілген болса, жуындырылады. Әу хайдан, әу нуфаса, хаж немесе нифас болған адамдар не істейді екен? Жуындырылады екен, жарай ма? Кәмі бітіп алай? Жуындырылады екен. Әу ертасса бәда инқидаил харби, немесе соғыс біткеннен кейін пайдаланған болса, дүниелік нәрселерден пайдаланған адам. Бейән, пайдалану деген қалай болды? Ертасса қалай болады? Бейән әкәлі, бір нәрсе жеген болса, соғыс бітті, бұл адам енді бір нәрсе жеп барып өлді мысалы. Әу шариба бір нәрсе ішкеннен кейін өлген болса. Әу нәмә, сәл ұйықтап барып өлді, дұрыс па? Әу тәдәуә, немесе сәл жарақаттарын емдеді, содан кейін барып өлсе. Әу мада алейхи уақыту салати, немесе бір намаз уақытты шығатындай уақыт өтсе, уахуа яқил, ол ақыл басында болған күйінде дейді. Ақыл бар әлі. Әу нуқила минал мa'ракати, немесе ол адам сол соғыс алаңынан басқа жерге тасылса, ла ли хауфи ват'ил хайли, ол адам мақсат тасылуы, басқа жерге апарылуы, аттардың, жылқылардың басып кетуінен қорыққан үшін емес дейді. Соғыс майданында мысалы, бұл адам жылқы басып кетеді, ат басып кетеді, басқа жерге апарса, ол адам ол кезде жуылады. Жуылмайды ол кезде. Дұрыс па? Ол кезде жуылмайды. Мысалы, күнімізде
Алла өзі сақтасын, соғыс болып жатқан кезде бір көліктің немесе танкінің астында қалып қояды да басқа жерге апарып қоюы мүмкін, дұрыс па? Сонан кейін барып өлсе, ол адам не істейді? Жуындырылмай, сол киіммен жерленеді. Ауса немесе өлейін деп жатыр, соғыс майданында, дұрыс па? Немесе жаңағы қарақшылардың қолына түсті, бір нәрсе өсиет еткен болса, баа, немесе бір нәрсе сатса, иштара, сатып алса, такаллама би калами касирин, көп сөзбен сөйлейтін болса, бірден ауыз сөз айтатын болса, не істейді екен бұл адам баршасы? Жаңа айтқаным сияқты, жуылып, жаназасы оқылады екен. Бірақ шахид болады. Шахидтің санын көп, тіпті кейбір ғалымдар 30-ға жеткізген. Шахид, бірақ шахид Алла жолында. Иншалла бұл адам сұрақ жауапсыз неге барады? Жәннатқа барады. Шахид деп тағы мысалынан айтқан, бала босайын деп жатқан кезде дүниеден өткен әйел болса, жүзу біле тұра суға кетіп жүзу бара жатып неткен болса, суға батып кеткен болса, әлбетте жүзу білетін адам бұл. Бұл да шахид деген. Білім іздеп жүріп өлген адам да шахид деген. Өзінің малын, дүниесін, отбасын қорғау үшін қайтқан болса, ол да шахид деген. Мысалы, үйіндінің астында қалып қойса, Алла сақтасын, мынау түрік елдің алдында, басқа елдерде біраз апаттар болды. Сол кезде қаншама адам не істеді? Зілзала болған кезде үйдің астында қалып қойды. Бұл да шахид иншалла. Тағы басқа ғана шахидтер барады. Шахид деп есептейтін. Тағы бір екеу бар. Сосын кейін мына нәрсе бар, жазылмайтын аурумен ауырып қайтқан болса. Рак мысалы. Коронавирус соған жатады. Оны білмеймін енді. Жазылмайтын аурумен өлді, дұрыс па? Рак деген нәрсе бар. Ол жазылмайды деген сөз. Соған сабыр етіп, Аллаға шағымдамай дүниеден қайтқан болса, ол адамды не айтқан? Шахид деп айтқан болады. Енді осы айтылғандардың баршасы соғыс бітуден алдын болса, ол дүниелік ләззаттардан, дүниелік нәрседен пайдаланған болып есептелмейді дейді. Бұл соғыс біткеннен кейін іші жесі, емдесе дедік қой. Ал соғыс жатқан кезде бір нәрсе ішуі мүмкін, су ішкізуі мүмкін, дұрыс па? Бір-екі сөз айтуы мүмкін. Соғыс болып жатқан кезде бұл адам да ол кезде мүртәс болып есептелмейді, сол үшін жуылады, жуылмайды, киімімен не істеледі екен? Жерлене береді екен. Енді мынандай бір адам табылса дейді. Жуындырылады. Бір адам өлтірілген болса дейді, жуылады. Фил Мысыр қаланың ішінде. Ол адам білінбесе, расымен қутила өлтірілгені бір темір сияқты нәрсемен зұлымдықпен өлтірілді ме? Темір сияқты нәрсемен зұлымдықпен өлтірілді ме мысалы? Ешкім білмейді оны. Бұлақ өлтіргені көрініп тұр. Ау қутила би хаттин, немесе нау хат жазалармен өлтірілді ме? Білмейді оны. Хад деген жаза бар, дұрыс па? Хад жазасы. Зинаның жазасы бар мысалы. Тасборанға өлтіреді. Ау немесе қауадин. Қауадин дегеніміз, бұл осыны хад жазады десек болады. Мысалы, қысас жазасы дейміз. Қысас, білесіңдер ме? Бір адамды әдейі өлтірген болса, ол адам әдейі өлтіріледі. Сондаймен өлтірілді ме? Белгісіз. Мәйті тапса. Ол кезде жуындырылады. Ол адамға не істеледі екен? Жаназа намазы оқылады екен. Түсінікті ғой, иә? Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin.